Өркен шағын ауданында орналасқан Самал балабақшасының бүлдіршіндері Астана күнін тойлады. Бұл қаламызда айтулы күнге орай ұйымдастырылған бірінші шара. Тәрбиеленушілер бас қала туралы ән жырларын орындады. Мерекелік шара Астана Арман қала деген тақырыпта өтті. Мұнда 4-ші естиярлар тобының бүлдіршіндері өнер көрсетті. Сондай-ақ балалар елтаңбасы елімнің әнін хорменен орындады. Енді аласын егін запқан, бар баласы бақыт тапқан, менің жерім туған елім, күн сәулелі Астанам. Ер еңбегі шалқып тасқан, ер әркіндеп бақыт тасқан, еткен сұлу, еркен көркем осы менің Астанам. Шараны жүргізуші балаларға Астана қаласы туралы мәліметтер берді. Ондағы ел тарихына орай мәдениетімізді дәріптейтін орталықтарды айтып өтті. Бұл мерекеге орай балабақшада үлкен іс-шаралар жоспары сақталып, бүгін мінекей Астана Арман қала атты ертеңгілікке тамашалап отырсыңыздар. Бұл ертеңгіліктің, бұл іс-шаралардың негізгі мақсаты баланы ұлтжандылыққа тәрбиелеу, жан-жақты тәлім беру, өзінің елордасына, Астана қаласына деген сүйіспеншілік сезімін ояту, Қазақстан Республикасы, яғни өзінің туған еліне, туған жеріне, туған отанына деген сүйіспеншілік сезіміне баулу. Тәрбиеленушілер ән жырдан кейін суретшілік қырларын көрсетті. Балабақша ауласындағы асфальтқа Астана кейпін түсірді. Көңілді мәре арқылы сынға түсті. Сәбит Лұқпан, Амангелді Нұрбаев, жаңалықтар.